Қалайсыңдар? Бүгін 29 күн челлендждің уже әдет салт дәстүр деймін ба? Бұл жарға келу, бұл жарда бір күні енді тарих болады ғой. Менің 70 күндік челленджім сияқты орбита деген бір жер бар да, президентский парктың қасында. Президентский парктың уже маған тарих сияқты да. И мына жарды бұйырса тарих болады енді. Потому что көп өзгерістер, көп жаңалықтар, инсайттар болып жатыр да. Осы соңғы күнде менде қазандай жарап спад болып жатыр. Спад дегенде шамалы продуктивность азайды. Андай нәпсіме шамалы ерік беріп жатырмын. Ойын ойнап жатырмын. Но параллельно, но челлендж орындалып жатыр. Кітап оқып жатырмын, потому что все равно менде уже әдет бар, голод бар, что басқа менде басыма жаңа идея келмесе, жаңа информация келмесе, жаңа білім келмесе, менде бір недогон сияқты болып тұрады. Как будто андай болады ғой. Темекі шеккен кезде адамдар бүгін шегіп алып өйтіп айтады ғой. Сол сияқты болып қалған ғой уже. Но жақсы жағынан. И в любом случае сен оның алдындағы күннен бүгін в любом қай жағынан болмасын ты должен быть и стать лучше. Сол үшін соны әдет қылыңдар. Мына күнге мына күн ұқсамау керек. Если ұқсап кетсе, шама бірдеңе жаңа нәрсе алмай қалсаң, день бір күннің өміріндегі просто зря өтіп кетті да. Сол үшін старайтесь даже осындай, когда сендер не активный боласыңдар, не продуктивный боласыңдар, хотя бы сол кезде кітап тыңдауға. Кітап тыңдауды іс-әрекет ретінде қарамаңдар. Я действую, кітап оқу это просто сендер знание аласыңдар болды. Ал іс-әрекет қай кезде? Іс-әрекет сен сол нәрсені кітапта айтылған нәрсенің бәрін қолданған кезде ғана. Ағылшын сөз жаттау это не действие, бұл жаттау. Когда сен адамдармен сөйлесіп қолданып бастайсың, это действие. Знаниямен и сендер полезный фильм қарап отырған нәрсеңді ойламаңдар, что я действую деген сияқты. Вы просто получаете информацию, которую сендер потом іс-әрекетке айналдырасыңдар. Көп адамдар шатастырады. Мен подкаст тыңдап жатырмын дейді да, тоқтап қалады. Или просто тыңдап жатады. Как будто бы мен іс-әрекет жасап жатырмын десе, ол іс-әрекет емес. Это просто сендер знания алып жатсыңдар. Ал соны когда қолданасыңдар, осы нәрсе іс-әрекет. Өздеріңді алдамаңдар, пожалуйста. Мен де өзім тырысамын алдамауға. И негізгі өмірдің заңы, вообще стимул, сендердің прям цитата болады ғой, сөз, әркімнің өзінің сөздері болады ғой. Даму тоқтатпаңдар. Дами беріңдер. Хоть чуть-чуть. Когда сен білемін, мен де адаммын ғой, бүкіліміз адамбыз. Сен дым істеген келмей алатын кездер болады. Сол кезде істеңдер. Шамалы хоть істеңдер. Алыңдар, кітап тыңдаңдар, хотя бы тыңдаңдар, жаңа идея алдыр. Ми ешқандай жаңа нәрсесіз қалмасын. Потому что өмір өте қысқа. Сен барлық потенциалың ашылмай қалуы мүмкін да. Но қатты өздерің күштемеңдер, арасында ойнап тұрыңдар, далаға шығып тұрыңдар, велик айдап тұрыңдар, самокат теуіп қайтам, мен самокат теуіп қайтам. Даму тоқтатпаңдар. О, кайф нәрсе ғой. 29 күн давай. Бүгінгі күнің кешегі күнге ұқсамасын. Давай, 29 күн.